Құрметті оқырмандар, бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ өнерінің қарымды қайраткері, театр сыншысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты профессор Әшірбек Төребайұлы Сығайдың биыл туғанына 75 жыл толуына орай өмірі мен шығармашылығына арналған сахна өнерінің саңлақ сыншысы атты дауыстап оқу сағатын ұсынамыз. Әшірбек Төребайұлы театр өнеріне қатысты көп еңбек жазған. Іңкәр шақ, сыр сандық, сахнаға сапар, жарнама алдындағы ой, сахна саңлақтары, театр тағылымы, толғам, Талдықорған театры, ой төрінде театр, ән тағдыр, актер әлемі, сахна әлемі атты кітаптардың авторы. Сіздердің назарларыңызға зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Республикалық кітапхананың өнер және спорт әдебиеттері бөлімінің қорындағы кітаптарды ұсынамыз. Әшірбек Сығай, Райымбек Сейтмет. Әшірбек Сығай, актер әлемі, 1-ші том. Әшірбек Сығай, сахна әлемі, 2-ші том. Әшірбек Сығай, таңғажайып театр. Сонымен қатар көптеген драматургтердің пьесаларын аударды. Олар республика театрларында қойылды. Әшірбек Сығай көрнекті сыншы, айтулы театр танушы, қазақ өнерінің үлкен тұлғасы ғана емес, шын мәнісінде халықтың ұлы еді. Және де Шахтер Төребайдың жалғызы. Бұл деңгейге қалай көтерілгені де халықтың көз алдында өтті. Ата-ана өскен-өнген ортадан ұлағатты тәрбие, жақсы ұстаздар мен жақсы ағалардың аялы алақанын көрген ол, ел ісіне жастайынан араласты. Ұзақ жылдар мәдениет саласында лауазымды қызметтерде жүргенде, шығармашылықта, ұйымдастырушылық, қажырлы еңбегінде елдік сөз айтты. Әшірбек Сығай 1947 жылы 11 қаңтарда Кентау қаласында дүниеге келген. Бозбала кезінде Ач полиметалл комбинаты жанындағы Кентау механикалық жөндеу цехында 2 жыл слесарь болып жұмыс істеген. 1965 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияға түсіп, оны 1969 жылы тәмамдаған соң, ол ұстаздық қызметке қалдырылған. Оның театр сыншысы ретінде қалыптасуы 1970 жылдан басталды. Ол 1974-94 жылдары Мәдениет министрлігі театр бөлімінің өнер басқармасының бастығы, министрдің орынбасары, Жүргенов атындағы театр және кино институтының ректоры, министрдің бірінші орынбасары болып қызмет атқарды. Әшірбек Төребайұлы Сығай өмірінің белестеріне тоқталып өтсек, 1974-78 жылдары Қазақстанның Мәдениет министрлігінде театр бөлімінің бастығы, 1978-79 жылдары Алматыдағы өнер басқармасының бастығы әрі коллегия мүшесі, 1979-1983 жылдары Қазақстан Кеңес одағы коммунистік партиясының мәдениет бөлімінде нұсқаушы, 1983-89 жылдары Қазақстан мәдениет министрінің орынбасары, 1994 жылдан қазіргі Қазақ ұлттық өнер академиясындағы өнертану факультетінің профессоры, 2003 жылдан Қазақстан мәдениет, туризм және спорт министрлігінің Алматы қаласындағы өкілі болған. Әшірбек Сығай Кентау және Түркістан қалаларының, Түркістан облысының құрметті азаматы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденімен марапатталған. Қазақ өнерінің қарымды қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты профессор Әшірбек Төребайұлы Сығай 67 жасында 2014 жылы 28 қараша күні өмірден озды. Қазақ өнерінің қайталанбас алтын діңгегі Әшірбек Сығай ел есінде мәңгіге қалмақ. Сығай Әшірбек – казахстанский театральный критик, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан», почетный гражданин городов Кентау, Туркестана и Южно-Казахстанской области. Профессор Сығай Әшірбек Төребайұлы родился 11 января 1947 года в городе Кентау Южно-Казахстанской области. В 1969 году окончил Казахский институт искусств, нынешняя Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, где был оставлен на преподавательской работе. Был вице-министром культуры Казахстана, возглавлял Алматинский институт театрально-художественного искусства. Видный исследователь театра, общественный деятель Әшірбек Сығай, автор 18 книг, в числе которых «Сыр сандық»,
«Сахнага Сапар», «Театр Тағлымы» и другие. Каждое из этих произведений отличается уникальной широтой тематического диапазона и актуальностью поднимаемых проблем. В данных трудах производится детальный анализ актуальных аспектов казахстанских национальных театров – русский, уйгурский, корейский, немецкий и другие, а также отечественной драматургии, дается справедливая оценка достижениям и недостаткам, ежедневным поискам и роли в обществе развивающейся культуры нашей страны. Благодаря Аширбеку Сугай на казахский язык были переведены и с успехом поставлены на сценах республиканских театров «Брак по неволе» Жана Мольера, «Соловьиная ночь» Валентина Ежова, «Не было бы больно сердцу» Бексултана Жакиева и другие пьесы известных драматургов, а также он является автором сценариев цикла документальных фильмов о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и искусства: Сакен Жунусов, Каукен Кинжетаев, Сабира Майканова, Камал Кармысов и другие. Фундаментальный труд Аширбека Сыгая, книга «Сахна Санлахтаре», была по праву высоко оценена, и в 2000 году автору присвоено звание лауреата Государственной премии Республики Казахстан. Аширбек Сыгай активно участвовал в общественной жизни страны. Он являлся председателем комитета по государственным премиям, а также членом жюри ряда театральных фестивалей, ежегодно проводимых как в нашей республике, так и за рубежом. Помимо этого, он был автором и ведущим программы «Жансарай» на телеканале «Хабар». Аширбек Турибайулы Сыгай также широко известен как талантливый педагог. Его вклад в дело воспитания молодого поколения театроведов неоценим. Его многочисленные ученики плодотворно трудятся в областных республиканских учреждениях искусств. Аширбек Сыгай ушел из жизни 28 ноября 2014 года. Он оставил яркий след в театральном искусстве и отечественной драматургии.